Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Айгерім. Бүгін жұмсақ және дәмді тоқаштарды әзірлейміз. Міндетті түрде каналыма жазылып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Оның үстіне ашытқыны қосамыз. Сұйық майымызды құямыз. Екі ас қасық балды қосамыз. Одан кейін аз мөлшерде тұзды қосып, араластырып аламыз. Ұнымызды қосып, қамырымызды илейміз. Қамырымызды илеп болған соң жылы жерге 1 сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Дайын болған соң қамырымызды жайып аламыз. Салмасына қалаған заттарыңызды қоссаңыздар болады. Мен мейіз және сарыөрік және қантты қостым. Енді орап аламыз. Пышақтың көмегімен форма жасап кесіп шығамыз. Енді тоқаштарымызды формаға саламыз. Және тағы да жарты сағатқа 30 минут немесе 20 минут аралығында қойып қойсаңыздар болады. Қамырымыз тағы да көтеріледі. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Міне бөлкелеріміз дайын, ас болсын.